Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі конкурстық комиссия отырысының негізгі мәселесі бізде 19 қыркүйек күні Жібек жолы мектеп-лицейінде отырыс болған болатын. Бейіндік іс жөніндегі орынбасары қызметіне Жібек жолы мектеп-лицейінің информатика пәні мұғалімі Сұраншиева Эльмира Айтуллина конкурстың шешімі бойынша ұсыныс мектеп басшысына тағайындалуға жіберілген болатын. Енді 21 қыркүйек күні Сұраншиева Эльмира Айтуллина бейіндік іс жөніндегі орынбасарлық қызметінен бас тартуға өтінішін білдірді. Мектеп басшысына себебін анықтап жазған, алдағы уақытта бұл қызмет орны қысқартылатыны туралы деп себебін жазыпты. Енді жалпы азамат Сұраншиевамен негізінде түсіндірме жұмыс жүргізілді. Жалпы 224 типтік штат кестесі бойынша мектепте бізде бұл штат негізінде айқындалып берілген болатын. Бірақ енді өкінішке орай үміткердің өзі бас тартып отыр. Сондықтан осы мәселені қарауға мектеп басшысы комиссия отырысына жолдап отыр. Сұраншиева Эльмира Айтуллинаның өз өтініші бойынша бас тартуын қарап, ұсыныстың күшін жойып, қайта конкурс жариялау мәселесін шешу ретінде комиссия отырысына жолдап отыр. Құрметті әріптестер, бұл мәселе бойынша өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар. Енді бізде екі комиссия мүшесі жалпы зуммен қосылып отыр. Ол кісілер де өздерінің ойларын айта отырар. Әріптестер, қалай қарайсыздар? Шешіміне қарсы емеспін. Қарсы емессіздер? Қарсы емессіздер, иә. Онда жалпы ұсыныс 19 қыркүйек күні өткізілген конкурстық комиссияның шешімі күші жойылсын деп әлеуметтік желілерге бейіндік іс жөніндегі орынбасары лауазымдық міндетіне конкурсқа қайтадан жариялау мәселесін қарастырылғандықтан қайта конкурс жарияланады. Рахмет әріптестер, баршаңызға.